Сәлем қыздар, өте дәмді, сочный болып шығатын котлет жасағыңыз келсе, видеоның соңына дейін қараңыз. Егер үйіңізде осындай қатқаннан болса, тастауға асықпаңыз. Оны блендерден өткізіп, жақсылап майдалап алып, котлетке қосатын боламыз. Мінекей біздің сухари дайын болды. Енді орташа 2 пиязды блендерлеп, майдалап аламыз. Котлетке кез келген фарш жарай береді. Фаршты салып, пиязды салып, үстінен сухарикті, дәміне қарай тұз, қара бұрышты салатын боламыз. Фаршты жақсылап 5 минуттай қолмен араластырып аламыз. Егер фарштарыңыз қатты құрғақ болса, 100 граммдай су құйып жіберсеңіздер болады. Мінекей осылай котлеттерді барлығын жинап алып, қызып тұрған майда орташа отта қуырып алатын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, таза піседі, арасы шикі болып қалмайды, қорықпаңыздар, өте дәмді, сочный, күшті болып шығады. Үйдегілердің барлығына ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!